Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қол жазбалар сөйлейді бағдарламасының кезекті қонағы, тарих ғылымдарының докторы, Назарбаев университетінде қазақ тілі және түркі тану кафедрасының меңгерушісі, түрколог, ғалым Юлай Шамилұлы қонақта. Юлай Шамилұлы, қош келдіңіз. Рахмет, қош болдық. Юлай мырза, сіз түрколог, ғалым ретінде сізден сұрайтын бірінші сұрағым Алтын Орда дәуірінің 750 жылдығына байланысты. Шетелдік қандай жазба тың дерек көздерін келтіресіз? Осы туралы ойыңызбен бөлісе отырсаңыз. Шақырғаныңыз және сұрағыңыз үшін рахмет. Біріншіден, мен сізбен соны бөліскім келеді. Мен енді Алтын Орданың тарихын 70-ші жылдардан бастап, университет кезеңінен бастап зерттеймін. Және мен бірінші Алтын Орда тарихын зерттеуге бастағанда, кейін докторантура кезеңінде де мен сондай нәтижеге келдім. Историографияға, бұл тарихнамаға қарасақ, түк түсінуге болмайды. Сондықтан мен өзімдің мамандығым бойынша, бұл түркі, араб, парсы филологиясы бойынша көз деректерді қайтадан тексеруге, жаңадан тексеруге бастадым. Bizde Arapça, Parsı tilinde, Türkçe tillerinde direkt köz var. Avrupa'dan gelgen seyahatçılarının da yazganlıkları var. Orası tilinde жылнамалар köp, bırak onlar öte kürdeli. Onlardan bir talay ülken ölesi keyin kaytadan yazılgan, köpürtülüp, artılıp yazılgan. Sonduktan ben köberek bu Mamluk memleketlerinde yazılgan Arap derek gözlerine, Parsı tilinde yazılgan resmi tarihlerge, yani keyde Türk tillerinde yazılgan derek gözlerge de karayım. Bırak onlar köberek keyinge derek gözler. Мысалы, Тоқтамыш ханның жарлығына қарасақ, ол 14-ші ғасырының аяғынан бастап мәлім жазылған, аяғында жазылған. Ол енді кейін, себебі менің үшін нұсқасы бар. Менің үшін Алтын Орда тарихының өзі 1360 жылдан бастап жоқ, себебі Алтын Орда дәулеті bir тұтас дәулет ретінде енді құлап кетеді, тарқылып кетеді. Сондықтан үлкен проблемалар бар. Мен анда арабтардың, мысалы Ғомари, Мақризи, Ибн Халдун, басқа жазушылар бар. Олар бұл дипломатикалық el kitapları var. Hatta қандай жазу керек кімге, tarihleri de var, ensiklopediyalar da var. Onlarda öte mаңызды, қажетті мәлімет бар. Бірақ оларды мен тек қана өздеріне қарап емес, кейінгі дәуірлер үшін сақталған дерек көздермен салыстырдым. Bir үлгіні айтып өтсем, Kasım Handığında, bu 15-18 ғасыр arasında, Kasım Handığında, Kazan Handığında, Kırım Handığında, Astrahan, Sibir Handıqlarında, және кейінгі ordalarda bir Ru tayfa sistemisi bolgan, devlet dəsturu bolgan. Negizinde 4 жоғары деңгейдегі Ru tayfa bolgan, kabile Ru tayfa, plemi aytadılar keyde, orasça. Onlar bilevşi Ru tayfalar bolgan. Ben burunғы tarihnamaға қарасам, сол жүйе туралы eştenke айтылмай тұр. Бірақ мен 13-14 ғасыр үшін соның rekonstruksiyasını жасадым. Соның арқылы Ru tayfa sistemісін басқаша көруге болады. Қазір енді менің зерттеулерімдің арқасында, мысалы, негізгі Алтын Ордада Қият, Қоңырат, Маңғыт, Сижигут Ru tayfaları болған. Бірақ кейінгі Қазан хандығында, Kırım хандығында Şirin, Barın, Argın, Kıpçak Ru tayfaları болған. Tatar tarihinde eskiden sonra köp zertlemegender. Бірақ қазір енді etnograflar sonra zertlediler. Қазір меніңше 13-ші ғасырдан бастап
Алтын Ордада қандай болған, кейінгі дәулеттерде қандай болған, басқа хандықтарда, Шибанидерде, қазақтарда, басқаларда қандай болған, соны енді салыстыруға болады. Дұрыс айтасыз, бізде қазір бір жағы мынау көшпенділер мәдениетінің болғандықтан ба, бір жазба мәдениеттерімізде көп сақталмаған. Әсіресе осы біздің көк түріктер дәуіріне қатысты, Алтын Орда дәуіріне қатысты бізде тарихи жазба материалдар өте аз ол туралы. Көбірек 15 ғасырдан бастап көбейе басталды. Рахмет, сіздің мына ойларыңыз бізге бір тың жаңа бір көздер, дерек көздерін келтіріп отырсыз. Жаңа ойларыңызға рахмет. Біздің осы қазақ тарихына қатысты жүйеде түркі дүниесі, қазақ тарихына қатысты бір өзіміздер сабақтастық, рухани байланыстар болады ғой. Сол рухани байланыстағы біздің тарихи тұлғаларымыз ортақ, түркі дүниесіне ортақ қарастырылатын. Сондай бір рухани сабақтастықта қандай бір тарихи тұлғалардың еңбегін қандай мысалмен аргументтер, фактімен келтіріп, сондай қандай бір тұлғаларды айтар едіңіз осы туралы? Бір ойыңызбен бөлісе отырсаңыз. Мен өзім қазақ хандықтарының тарихы бойынша аз ғана жазғаным бар. Мен өзімді сол бойынша маман деп есептемеймін. Және әрине ки Жәнібек Керей хандардың тарихы өте маңызды. Мысалы, менің үшін қызық мәселе қазақ хандығының қандай қалыптасқаны. Мен сізге қазір ғана бір жүйе туралы айтқан едім. Және бұл қазақтықты түсіну үшін соның этимологиясы бойынша, маңызы бойынша шығу, бір жүйеден шығу деген бар. Мен қазір ғана сізге бір жүйені еске түсірдім. Осы билеуші ру тайпалар қажет болса ханды таңдайдылар, қажет болса ханды жұмысын орнынан аладылар. Олар әскерді басқарадылар, дипломатиялық хат алмасуды да басқарадылар. Меніңше Чингизиденің жүйесі кейінгі кезеңде солай болған. Қазақтар сол жүйеден шыққан. Соны ескі Чингизиде дәстүрінде, үкімет мемлекетшілік дәстүрінде қалмағандар ажырасып шыққан. Соның үшін менің қазақ хандығына көз қарасым соған сүйеніп жатыр. Бірақ тұлғалар әрине ки, бұл колониал кезеңінде де бір талай тұлға болған, бұл отаршылыққа қарсы соғысқан хандар бар, олар туралы Нұр-Сұлтанның көшелерінде, майдандарында да көреміз. Әрине қазақтардың үлкен хандары болған, оларды жақсы. Қолжазбалар сөйлейді бағдарламамыздың құрметті қонағы, тарих ғылымдарының докторы, Назарбаев университеті қазақ тілі түркітану кафедрасының меңгерушісі, профессор, түрколог, ғалым Юлай Шамилов мырза. Өткен тарихын білмеген ұрпақ бүгінгісін тарихында білмейтіндігі ол айғақ. Біз өткен тарихымызды білу арқылы бүгінгі тарихымыздағы жазба мәдениетімізді оларды бүгінгі ұрпаққа жеткізуге насихаттау жұмыстарын бұдан кейін де қолға алып отырамыз. Құрметті достар, біздің ұлттық орталығымыздың көрме залына келіңіздер, көріңіздер, бағасын беріңіздер.